innallazina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhiratu wa lahum azabun azim дейді. Мына аяти калимада Алла Тағала шындығында деп бастайды. Ақиқатында момын, сондай салиқ әйелдің артынан жала жапқандар дейді. Лу'ину фид дуня вал ахирати дейді. Лағнеттелді дейді. Дүниеде де, ақиретте де. Валахум азабун азим. Оған ең ұлы азап дайындалды, және де оған ең ұлы азап бар деп Алла Тағала Құранда момын, ғафилетте жатқан, сондай пакиза әйелдердің артынан жала жапқан адамдарды өте қатты азаппен қияметте ұстайтынын айтады. Және де ол дүниеде, ақиретте Алла тарапынан қарғалды дейді. Сол үшін де біздер бір әйелдің артынан бір нәрсе айтудан бұрын осы аяттан қорқуымыз керек. Бұл иншаллах қазіргі уақытта интернет жүйелерінде болмаса бір жігіттерден де естіп қаламыз. Қазақстанда жаңағыдай ойламай қыздар жаңағыдай қыздардың атынан бір жаман сөз сөйлейді. Мектепте осындай қыздар жаңағыдай қыздығынан айырылып қалды деп айта салатын адамдар бар. Егер де оның ішінде сондай емес болса, ол дүниеде, ақиретте қарғалғанымен жұмысы жоқ та. Алла тарапынан. Жалпы әйел кісі бұл шариғатымыздың көзқарасы бойынша олар кімдер? Әйел деген кім ол? Бір күні Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның алдына бір сахаба келіп, сахабалармен отырған кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға айтады екен: Я Расулалла, мен Аллахқа иман келтірдім, 5 уақыт намазымды оқимын, исламның тіректерінің бәрін орындаймын, бірақ менің ойымда бір жақсы көретін, қатты жақсы көретін, ұнататын бір қасиетім бар. Сол қасиетіме рұқсат берсеңіз дейді. Қандай қасиет десе, мен зina қылуды жақсы көремін, ойнастық қылуды жақсы көремін дейді. Сол ойнастыққа рұқсат берсеңіз, қалған әмірлердің бәріне бойсынамын дейді. Қараңыздар, сонда сахабалар бірденен ашуланып кетті. Әлгі кісіге қатты ашуланып, ол кісіге дөрекілік көрсеткен кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, Алланың рахматы, пайғамбары, ол кісіні шақырып алды өзінің қасынан. Ей жігіт, менің алдыма жақындашы деді. Жақындап келген кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ол кісіге түсіндірді, сол ісінің шариғатта қаншалықты дұрыс емес екенін. Міне осы хадис бәрімізге өнеге болу керек. Әрбір мұсылман осы хадисті тұмарға бойына тағып жүру керек. Ол жігітті шақырып алды да: ей жігіт, сен сол ойнастықты, зінаны өзіңнің анаңа қылуды жақсы көресің ба деді. Жоқ, я Расулалла, не деп тұрсыз деп ашу шығып кетті. Сол зінаны сен өзіңнің әпкеңе біреудің істегенін қалайсың ба деді. Жоқ, я Расулалла деді. Сен сол зінаны өзіңнің қарындасыңа біреу істегенін қалайсың ба деді. Жоқ, я Расулалла, не деп тұрсыз деді. Сен сол зінаны біреу сенің қызыңа істеуді қалайсың ба деді. Жоқ, я Расулалла, не деп тұрсыз деп ашулана бастады. Сол зінаны сенің әйеліңе біреудің қылуын қалайсың ба деп еді. Жоқ, я Расулалла, қаламаймын деді. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: басқалар да қаламайды деді. Басқалар да қаламайды. Яғни Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әйел кісіні біз 5 түрлі көзқараспен оны тануымыз керек. Әрбір әйелді ол біздің анамыз, өмірге келтіруде біздерге еңбек қылған, 9 ай қарында көтерген, емізген, мәпелеген, аялаған анамыз есімізге түсу керек әйел кісіні көргенде. Екінші, бізге қамқоршы болған, мейірімді болған әпкелеріміз есімізге түсу керек. Ол біреудің анасы болуы мүмкін, біреудің әпкесі болуы мүмкін. Болмаса біздің сүйкімді, бізге арқа сүйейтін қарындасымыз есімізге түсу керек. Болмаса бізге мұқтаж болған, біздің мейірімімізге мұқтаж болған қызымыз есімізге түсуіміз керек. Болмаса біздің сүйген жарымыз, өмірлік серіміз, жұбымыз есімізге түсу керек. Әрбір әйел осындай дәрежеде
қоғамда одан басқа көзқараспен ешқандай адам одан басқа көзқараспен әйел кісіге қарауға дұрыс емес. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осыны ұқтырды. Әйел кісінің әр адам ол біреудің анасы, ол біреудің әпкесі, ол біреудің қарындасы, ол біреудің қызы болуы мүмкін, ол біреудің сүйген жары болуы мүмкін. Бөтен ешқандай әйел жоқ. Тіпті Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның кезінде яһудилердің бір тайпасымен бір мұсылман әйелдің ары үшін соғыс болған. Бір соғысты, сол бір әйелдің намысы үшін. Ол әйелді яһудилер киіміне жіп байлап қойып кетіп баратқанда, жаңа киімі түсіп кетіп, бәрі соған құлағанына күлген кезде, ей момындар деп ол кісі дауыстаған кезде, сол жерде бір сахаба сол кісінің намысын қорғап тұрып шахид болады. Соның артында бір яһудилердің арасында бір үлкен соғыс болған. Бір әйелдің намысын тапталған үшін. Қазір қанша адамдардың, қанша қыздарымыздың, қанша қарындастарымыздың, қанша аналарымыздың намысы тапталып жатса да, ұялмай адамдар соны мақтан тұтып жүреді. Ол мұсылмандарға жараспайды.